Төтенше жағдай кезеңінде бизнесті қолдау үшін Қазақстан Республикасында қандай шаралар қолданылады? Елімізде жарияланған төтенше жағдай кезінде Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бизнес субъектілеріне қолдау көрсетуді тапсырды. Қазақстан Республикасы президентінің 2020 жылғы 16 наурызындағы нөмірі 287 экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы жарлығына сәйкес салық саясатының мәселелері бойынша көзделген шаралар. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 20 наурызындағы нөмірі 126 қаулысы. Жыл соңына дейін көлемі 2000 шаршы метрден кем емес ірі сауда объектілері, сауда ойын-сауық орталықтары, кинозалдар, театрлар, көрмелер мен дене шынықтыру, сауықтыру және спорт объектілері бойынша мүлік салығынан. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер бойынша жер салығынан. Салық салудың жалпы белгіленген тәртібімен жұмыс істейтін дара кәсіпкерлерде жыл соңына дейін жеке табыс салығынан босатылады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 27 наурызындағы нөмірі 141 қаулысы. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2010 жылғы 1 наурызындағы нөмірі 145 қаулысымен бекітілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесіне қосылған тауарларды өткізу айналымдарға жасаған және олардың импорты кезінде бағаның өсуін нивелирлеу үшін қосылған құн салығының мөлшерлемесі 12%-дан 8%-ға дейін төмендетілді. Сонымен қатар акциз төлеуден Қазақстан Республикасының аумағында экспортқа өткізілетін бензин, авиациялықты қоспағанда дизель отыны бойынша акцизделетін тауарларды өндірушілер босатылды. Қоғамдағы тамақтандыру, қонақ үй және туристік қызметтер салаларында жұмыс істейтін салық төлеушілеріне мүлікке салынатын салық мөлшерлемесі 0 коэффициентін құрайды. Микро, шағын немесе орта бизнес субъектілері үшін 2020 жылдың 1 маусымына дейін барлық салықтар мен басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша төлеу мерзімі кейінге қалдырылды. Тәуекел дәрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, салық және бюджетке төленетін төлемдердің төленбеген сомасына, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерге өсімпұл есептеу, банкті шоттарға тыйым салу тоқтатылды. Тәуекел дәрежесі жоғары салық төлеушілерді қоспағанда, төтенше жағдай кезеңінде басталатын камералды бақылау бойынша хабарламаларды орындау мерзімдері ұзартылды. Сондай-ақ аталған субъектілер үшін төтенше жағдай кезеңінде бизнеске фискалдық қысымды төмендету мақсатында микро, шағын немесе орта бизнес субъектілеріне мемлекет